Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер Ахнет арнасындасыздар. Бүгін сіздермен мен Кореяда 3 жылдан астам өмір сүріп келе жатқандықтан осындағы сіздерге ешкім ескертпейтін, айтпайтын минустарын айтпақшымын. Бірақ та бәріміз білеміз, таяқтың екі ұшы бар, жақсы жағы да бар, жаман жақтары да бар. Сондықтан әңгімені жақсы жағынан бастап, аяғын Кореяның минустарын айтатын боламыз. Ең бірінші жақсы жағы Кореяның ол инфраструктура өте жақсы дамыған. Бұл жақта автобус болсын, поезд болсын, метро болсын, бәрі минутымен келеді, кешікпейді. Сонымен қатар, мысалы, поездға мінетін болсаңыз, ол дәл уақытында келіп, бір 5 минут максимум тұрады, одан кейін бірден жүріп кетеді. Сонымен қатар, автобустың жолдары да өте ыңғайлы ойластырылған. Бір жерге баратын болсаңыз, өте сол бір ең жақын жолдары қарастырылған. Және де бұл жақта Тимани карта системасы бар, яғни сізде жаңағы автобусқа арналған картаңыз болатын болса, онда соны қолдану арқылы, мысалы сізге бір пересадка жасау керек кездер болады ғой, 3-4 автобусқа міну керек болатын кездер, онда сіз картаңыз болатын болса, пересадкаға онда ақша алынбайды. Яғни жаңағы картаны қолданғаннан кейін екінші автобусқа да, үшінші автобусқа да тегін мініп кете бересіз. Ол жағы өте ыңғайлы. Екінші жақсы жағы, ол енді барлығы айтып жүрген шығар, Кореяда доставка өте тез және ыңғайлы. Бұл жақта бір Купанг деген үлкен маркет бар, ішінде азық-түліктен бастап бүкіл киім болсын, керекті техника болсын, тіпті кәрістердің өздері Apple'дың техникасын Купангнан заказ береді. Бүгін заказ бересіз, ертесінде сіздің есігіңіздің алдыңызда күтіп тұрады. Сонымен қатар бұл жақта дайын тамақты заказ беруге 24 сағат жасайтын жерлер де бар. Сонымен қатар ол жерде бір өте ыңғайлы услугалар бар. Мысалы, тамақты заказ берген кезде бір кнопкалар таңдайсыз, есікті қағып тастап кетіңіз, немесе есікті қақпай тастап кетіңіз деген сияқты. Біз бір күні түнде тамаққа заказ бердік, сөйтіп баламыз ұйықтап қалған, бала оянып кетпесін деп есікті қақпай тастап кетіңіз деген болатын. Біз сөйтіп күтіп отырмыз, бір 17-18 минуттан кейін келді, есікті қақпай, жай былай пакетті қойып жатқан естідім да, қойып, суретке түсіріп, мен сіздерге тастап кеттім деген сияқты сондай хабарлама келіп, кетті. Сөйтіп мен есікті ашып, бірден алып, прям ол доставка деген нәрсе прям өте рахат нәрсе, өте ыңғайлы. Сондықтан, тағы да айтып кететін нәрсе, мысалы сіз азық-түлік дүкендерінен, егер де 30 мың воннан астам азық-түлік алатын болсаңыз, онда ол мысалы сізге ауыр болады ғой, просто сол жерге қалдырып кетсеңіз болды, жаңа үйіңіздің адресін жазып, сонда мекен-жайын жазып кетсеңіз, сізге 2-3 сағаттың ішінде әкеліп береді. Өте ыңғайлы сол жағы. Енді Кореяның тағы да плюс жағы ол қауіпсіздік. Яғни әр елде тұрғанмен де ең мықты жері ол қауіпсіздік. Мысалы Кореяда салыстырмалы түрде, Қазақстанмен салыстырмалы түрде ұрлық, қарлық, жалпы сондай көптеген болып жататын преступлениялардың саны азырақ. Сонымен қатар, мысалы, сіздерге бір қызық нәрсе айтайын. Біз кофейняға сабаққа баратын кезде, енді сабақ оқитын адамдар ол жерде көп болады ғой. Сөйтіп орынды біз занятие ету үшін ең бағалы заттарымыз компьютер, мысалы, телефонымызды сол столдың үстіне қойып кетеміз. Сонда ол орынға ешкім жоламайды. Яғни ол жер уже бос емес деген мағынаны білдіреді. Сөйтіп ол, мысалы, тіпті үйде кейбір кезде жемпірімізді ұмыт кетіп, солай ноутбук, телефонымызды қалдырып кетеміз, барып алып келем дегенше ол затқа ешкім тиіспейді. Сол жағы жақсы. Және де мысалы бір затыңызды жоғалып қалатын болса, немесе бір жерде ұмыт кетесіз ғой, отырған жеріңізде, бір 2-3 сағаттан кейін немесе ертесіне келсеңіз де сол зат өзінің орнында тұрады. Және де мен бірінші енді Кореяға келген кезде таң қалғаным, біздің есіктің алдындағы машиналар тіпті терезелері түсіріп, терезелері ашық тұрған болатын. Таң қалғаным, ішінде заттар да бәрі тұр, оған ешкім тиіспейді. Сонымен қатар бұл жақта CCTV камералары жасап тұрады. Яғни бүкіл жерде камералар өте көп. Сондықтан егер де тіпті ұрлық-қарлық болған жағдайда да ол өте тез табылады. Сонымен қатар бұл жақта енді келесі жақсы жағы Кореяның енді бір районның ішінде барлық керекті заттар бар. Мысалы, клиника, аптека, магазин, аурухана, сонымен қатар керекті кофейня, мысалы, ресторан, тамақтар деген сияқты. Сол жақтың барлығы бір районнан таба аласыз. Яғни сіз алысқа барып жүрудің қажеті жоқ. Әрине енді мысалы өте сирек кездесетін бір Вьетнам кухнясы, немесе японская кухня, немесе бір Өзбекстан тамақтары демесеңіз, жалпы Кореяның
керекті нәрселері барлығы бір районда орналасады, ол жақсы. Сонымен қатар келесі нәрсе, медициналар өте қатты дамыған, яғни мысалы жыл сайын студенттерге, яғни страховкасы бар, медициналық сақтандырулары бар студенттерге жыл сайын бір рет сондай скидка береді, health check-up, яғни бүкіл сол денсаулықты тексеретін, яғни сізге қан алады, өкпеңізді тексереді, жаңағы бүкіл сол қанның ішінде қандай витаминдер жетіспеушілігі бар, бүкілін тексеретін сондай медициналық өтетін сондай тест бар. Ол өте жақсы деп ойлаймын, себебі бізде қазақта да айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген сияқты. Жыл сайын сіз сондай медициналық өтуден өтіп тұрсаңыз, онда сіздің қандай жеріңіз жетіспей тұр, соны бірден анықтап, соның емдеуіне кірісіп кетесіз. Келесі жақсы нәрсе Кореяда ол сервис. Енді сервис деген өте керемет. Бұл жақта сервис жасаушы адамдар өте жылы қарсы алады, әрқашан күліп тұрады, сыпайы, ешқашан былай ауыр сөйлеп, ондай қабағын түйіп тұру деген ондай жоқ. Ол өте керемет. Мысалы, мен өзім кішкене таныс емес жерге барған кезде сұрауға кішкене ұялатын, ұялшақтау мінезім бар. Бірақ Кореяда жүрген кезде, мысалы, тіпті кофейняға кірсеңіз де, тамақтануға кірсеңіз де, мысалы, сатып алатын дүкендерге кірсеңіз де, бәрі сізге жылы сөйлеп, "안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요?" деп сізге немен көмектесейін, қалай, сізге көмегім керек деген сияқты күліп тұрған кезде, ондай ұялмайсың ол жерде, мысалы, адамнан қорқып тұрмайсың, кәдімгідей барып сұрағыңды қоя аласың. Ол өте жақсы сервис жағы. Және де келесі өте жақсы нәрсе, Кореяда интернет жылдамдығы өте жоғары. Енді барлығымыз қазір 21 ғасыр болғандықтан интернет бізге өте маңызды ғой. Енді бүкіл біздің сабағымыз да сол интернетте. Енді сол интернет жылдамдығы өте керемет, прям жылдам. Сонымен қатар тағы бір жақсы жағы, Кореяның енді жер көлемі өте кішкентай болғандықтан, бір жерінен келесі қаласына өту деген сияқты нәрселер өте тез. Мысалы, бір рет айтады, бізге Пусан қаласына Сеулден өте қатты ұзақ, арасы бір 300-400 километр деп айтады ғой. Енді бізге ол, мен Қазақстаннан келгендіктен, яғни менің елім өте үлкен болғандықтан, маған ол кішкентай сияқты. Мысалы, Шымкент пен Түркістанның арасы секілді. Сөйтіп, ондай қатты ұзақ емес қой деймін, 2-3 сағатта максимум. Ол жерде KTX деген мықты тез жүретін поезд бар, сонымен 1 сағатта, 1,5 сағатта жетуге болады. Енді прям ол жағы өте керемет. Мысалы, Пусанда өте прям көл бар, неше түрлі океанға баруға болады, яғни сондай қыдырып барғыңыз келетін болса, бір қаладан екінші қалаға жету өте тез. Енді мен жақсы жақтарын, менің ойымша жақсы жақтарын, ыңғайлы жақтарын айттым деп ойлаймын. Егер де сіз толықтырғыңыз келетін болса, онда комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады. Енді мен сіздерге минус жағын айтқым келіп тұр. Енді бұл минус жағы деген, ол әркім әртүрлі қабылдауы мүмкін. Енді мен қалай бар Кореяда, солай шындығымен айтатын боламын. Бірінші минус жағы ол, егер де сіздің шетелдік екеніңіз анық көрініп тұратын болса, мысалы, европейский сізде түріңіз сондай, шашыңыздың түсі басқаша, яғни кәрістерден, азиаттардан түріңіз ерекшеленіп тұратын болса, және де сіз ағылшынша сөйлеп тұратын болсаңыз, онда сізді алдауға тырысатын сондай мошенниктер шығуы мүмкін. Яғни көп емес, бірақ сонда да ондайлар болуы мүмкін. Тіпті егер сіз корей тілін білмейтін болсаңыз, онда одан сайын қиын, сізге өйткені ажырату қиын болады. Бірақ менің өзім, түрім азиаттық болғандықтан, мені кәрістерден қатты ажырата алмайды, және де мен кәріс тілін білетін болғандықтан, ондай менің жолымда кездескен жоқ. Бірақ сіздерге сондай өтініш және де ескертпе, егер де кәріс тілін білмейтін болсаңыздар, абайлап жүріңіздер. Бұл жақта да енді қауіпсіз екен деп, прям 100% сенуге де болмайды, кішкене абайлап жүресіздер. Енді келесі екінші минус жағы, бұл енді қыздар жағына деп айтсам болады. Себебі Корей дүкендерінде киімдердің барлығы бір ғана размер, яғни именно мен сіздерге шетелдік брендтер айтып жатқан жоқпын, Кореяның брендтерінің киімдері free size деп бәрі бір ғана размер, яғни басқа үлкен размер таппайсың, кішкентай размер таппайсың, бәрі бір ғана размер, сондай free size деген размер деп беріледі. Ол нәрсе кішкене денесі ірілеу қыздарға қиын. Менің жағдайымда ондай қиын сезген жоқпын, себебі киімдер маған келеді, қатты былай жабысып тұрмайды, нормально тұрады, бірақ бір нәрсе, шалбарлары маған қысқа. Шалбарлары
тауарлары маған қысқа, сол жағы қиындау. Сол үшін егер де денеңіз ірілеу болатын болса, жаңағы бірақ Корей стилінде киімдер ұнатып тұратын болсаңыз, енді амал жоқ, масс-маркетке барып, жаңа H&M, Zara секілді дүкендерден өзіңіздің размеріңізді таба аласыз. Бірақ Корей стиліндегі киімдер өте кішкентай, сол үшін кішкене киім табу қиындау болады. Енді келесі минус жағы, тағы бұл минус жақ мен қыздарға деп айта аламын. Себебі бұл жақта бізде Қазақстандағыдай, мысалы қас, кірпік жасату, тырнаққа маникюр жасату ондай арзан емес. Бізде мысалы бір 5.000-10.000 теңгеге әдемілеп маникюр жасап береді сізге. Бұл жақта ондай бағаға таппайсыз. Себебі бұл жақта ондай сервисті ұсынатын адамдар, олар квалификация, яғни бір емтиханнан өтеді, арнайы өздерінің қиын емтихандары бар. Егер сізде ол емтиханның бағасы, яғни сертификаты болмаса, оны сізге жұмысқа алмайды. Немесе сіз өзіңіздің салоныңызды ашуға рұқсат емес. Сондықтан бұл жақта сондай емтиханнан өтетін болғандықтан, олардың услугалары өте қымбат тұрады. Бір мысалы бір жалпы макияж жасатудың өзі, ол 100.000 воннан басталады. Мен сізге қазір теңгемен жазып қоямын. Және де кірпік жасату, мысалы маникюр жасатқан кезде бір ситуация болған. Бізге маникюр жасату 70.000 вон деп жазылып тұрды. Енді одан кейін сол жаққа бардық. Сөйтсе ол тек қана жаңағы тырнақты несін кесіп, тазалап бергені бар ғой, сол ғана 70.000 вон екен. Яғни үстіне лак жаққан екен, тағы үстінен ақша қосылды. Одан кейін үстіне неше тастар жасаған, сразу ма? Тастар жабыстырғаны, оның үстіне тағы ақша қосылды. Неше түрлі жаңағы ою өрнектер сызғандардың бәріне ақша қосылып, в общем, сол маникюр 170.000 вонға шықты. Сондықтан бұндай услугалар өте қымбат болғандықтан, енді ақшасы көп кісілерге жақсы шығар, бірақ студенттердің қалтасы көтере бермейді. Келесі минус жағы, Кореяда жалпы врач, мысалы профессор, мұғалім деген сияқты кісілерден басқа қарапайым халқы ағылшынша біле бермейді. Егер де ағылшын тілін, тек қана ағылшын тілін біліп қана өмір сүріп жүргендер бар, бірақ ондай кісілер кішкене қиналуы мүмкін, немесе әрқашан телефонында переводчик болу керек. Себебі таксиге мінсеңіз, такси кісіге сіз түсіндіру керексіз ғой, бір жаққа бару керек деп, олар ағылшынша білмейді. Дүкенге кірсеңіз де бір сұрайтын нәрселер, айтатын нәрселер болған кезде де, мысалы медициналық сақтандыру кезінде сізге бір приложениялар орнатып, сол жерге өзіңіз толтырып, сондай толтыратын нәрселер бар. Одан кейін мысалы купонға енді сіздерге қазір мелочтан айтып жатырмын, бірақ оның барлығы маңызды ғой. Мысалы купонға тіркелудің өзіне сізге корей тілі керек болады. Сондықтан кәріс тілі білмейтін болсаңыз, кішкене қиындау. Сондықтан тезірек үйренуге тырысуларыңыз керек. Тағы да минус жағы, көшелер өте тар. Ол мысалы бір көшеге тек бір машина бір ғана бағытқа қарай жүре алады да. Сол кезде мысалы сізге жүріп бара жатқан кезде, сол көшеде жүріп бара жатқан кезде машина келетін болса, сіз бір жерде былай бұрылып күтіп тұрасыз, пока сол машина өтіп кетпейінше. Сол көшелердің тарлығы кішкене ыңғайсыз. Мысалы менде баламен коляскамен жүрген кезде өте ыңғайсыз, машиналар кетіп жатқан кезде мен соны күтіп тұрамын, пока машинаның бәрі өтіп кетпейінше, одан кейін барып жүремін. Сол тарлығы, және де сол тарлықтың ішінде тағы бір нәрсе, ресторандар, сондай Қытай кухнясы, Корей кухнясы, сондайлар өте көп орналасқан, және ол жақтан бір иістер шығады, андай соустың, кимчидің иісі, ащы сондай соустардың иісі сондай қатты шығады. Қазіргі енді нормальный адамдарға жақсы шығар, бірақ мен жүкті кезінде содан, яғни токсикоздан қатты қиналған болатын, әр жерден иістер шығып тұрады. Сол нәрсе кішкене минус десем болады. Тағы да келесі минус, ол енді Кореяның өзіне байланысты емес, ауа райына байланысты. Бұл жақта влажность бар ғой, влажность өте жоғары. Яғни егер сізде жаз болатын болса, тіпті бір плюс 25, плюс 30 градустың өзі өте қатты бір ыстық. Мысалы банямен салыстыруға болады. Баняға кірген кезде влажность жоғары болғаннан кейін кішкене ауа жұту қиын ғой. Сол жазда Кореяда тура сондай ауа жұту өте қиын, және де әрқашан үстінде бір су сезіліп тұрады, яғни терлеп жүресің. Бүкіл жаз бұл жақта енді прям қиын, және де жазда сондай қиын ситуация болғандықтан денсаулықтары кішкене әлсіз адамдарға да қиын болады. Одан кейін қыстың өзінде де, мысалы салқын болған кезде, влажность болған жердегі салқын, ол қаттырақ салқын болып сезіледі, яғни қатты қара суық болып сезіледі. Өйткені мысалы сізге
бізде жалпы Қазақстанда құрғақ қой ауа, сондықтан бізде қаншалықты суық болса да бізге ол кішкене жеңілірек болады. Бірақ егерде жаңағы ылғалдылық өте жоғары болғандықтан Кореяда как будто бір салқын жерде сізде мұз су шашып жүрген сияқты сондай салқын сезіледі. Ауа райы жағынан сол ылғалдылық жоғарылығы өте қиындау. Тағы бір минус деп айтайын ба, жалпы ол нәрсе Кореяда медицина өте қымбат. Егерде сізде медициналық сақтандыру болмаса, сіз ауырып қалатын болсаңыз, онда өте үлкен сумма төлейсіз. Ал медициналық сақтандыру дәл қазіргі осы жылдың заңы бойынша оны күту үшін сіз Кореяға келгеннен бері 6 ай күтесіз, 6 айдан кейін барып сізге медициналық сақтандыруға қосылуға болады. Оғанға дейін егер сізде ауырып қалатын болсаңыз, онда сіздің медициналық шығындарыңыз өте үлкен болуы мүмкін. Сол үшін Кореяда жүрген кезде ауырмауға тырысу керексіздер. Енді менің байқаған нәрсем, бірақ енді ондай адамдар бүкіл халықта болады ғой, жаман ұлт болмайды, жаман адам болады деген секілді. Бірақ менің байқағаным бойынша Корея халқы, олар мысалы бізде бар ғой, жарайды енді бір нәрсе болмай жатса, Құдай көрсетер, енді қоя берші деген сияқты, енді бұйырған сол шығар деген сияқты қоя салады ғой. Бірақ Корея халқына мен ондай нәрсе, ондай мінез байқамадым. Оларда қайтпайды. Егер өзінікі дұрыс болып тұрса, олар соңына дейін соны растап, соны дәлелдеп солай шығады. Сондықтан ол жерде мысалы егерде енді кәрістермен прямой сондай қарым-қатынас болып қалатын болса, сол жағына кішкене абайлаңыздар. Себебі егер сіз дұрыс емес, сіздікі дұрыс емес болатын болса, онда сізді жеңіп шығады. Және Кореяда жеке ақпараттың таратылып кетпеуіне қатты мән береді. Мысалы, ол жерде адамның түрі, адамның дауысы, адамның жеке ақпараттары, мысалы телефоны деген секілді. Мысалы, ол нәрсе қиын, себебі мен енді қазір видео түсіріп YouTube'ге салып жүрмін ғой. Видео мысалы өзім влог түсірген кезде де өзімді түсіріп келе жатсам да арқамнан мысалы адам шығып қалса, онда адамның түрі көрінбеу керек. Яғни мен монтаж жасаған кезде адамның түрін жауып қойым керек. Сол нәрсе кішкене қиын, мысалы, өйткені спокойно түсіріп жүре алмайсың, телефонды алған сайын кішкене стресс, бір нәрсені түсіріп жатқан кезде адам шыққасы, той бүкіл видеоң сені құриды деген сияқты. Немесе адамның түрін жауып сондай монтаждап үйрену керек. Сол нәрсесі қиындау. Және де сіз егер суретке түсіру керек болатын болсаңыз, видеоға түсіру керек болатын болсаңыз, міндетті түрде сол адамның рұқсатын сұрау керексіз. Рұқсатынсыз түсірсеңіз, онда сізге штраф төлетеді, немесе түрмеге тіпті жауып қоюы мүмкін. Енді деген сол нәрсесі қиындау. Сол бүгін мен видеом жалпы менің ойымдағы Кореяның плюс және минус жақтарын айтып шықтым. Егерде толықтыратын нәрселер болса, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийда жазып өтіңіздер. Менің видеоларым ұнаса, сіздерге лайк басып, пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар, маған өте көп шабыт береді. Сонымен бүгінгі видеом тамам. Сау болыңыздар.